Сәлем. Бүгін бізде тақырыбымыз numbers. Numbers деген мен сіздерге айтқан болатын. Бұл сан есімдер, сан есімдер бізде екіге бөлінеді. Cardinal және де ordinal. Cardinal дегеніміз бұл бізде есептік сан есімдер, ordinal дегеніміз бұл бізде реттік сан есімдер. Енді есептік сан есімдерді мен сіздерге түсіндірген болатынмын. Бүгін ordinal numbers, яғни реттік сан есімдерді түсіндіретін боламын. Бірінші дегеніміз бізде first, реттік дегеніміз бірінші, екінші, үшінші, төртінші деген сөз. Екінші деген second, үшінші деген third. Осы үшеуін жаттап алсаңыздар болды, ары қарай оңай. Төртінші деген fourth, four деген төрт, төртінші деген z, fourth. Бес деген five, бесінші деген fifth. Алты деген six, алтыншы деген six. Жеті деген seven, жетінші деген seventh. Сегіз деген eight, сегізінші деген eighth. Тоғыз деген nine, тоғызыншы деген ninth. Негізі бізде 9 дегенде мына жерде е болады, я? Именно з жалғанған кезде е түсіп қалады. 10-шы деген бізде tens. 11-шы 11th, 12-шы 12th. Негізі 12 дегенде мына жерде в деген әріп жазылады. V деген әріп, я? Ол окончание жалғанғандықтан в ға айналып кетеді. 13-шы 13th, ары қарай уже тиндарға жалғала береді. Барлығы оңай. Бірақ именно 20 деген бізде 20, мына жерде y мен аяқталады негізі 20 деген. 20-шы дегенде y, I және де E деген әріп екеуі Y деген әріптен ауысып кететін андай әріпке. 21-ші деген 21st. 20 дегенді кәдімгідей айтамыз, 20 деп, бірінші де first. 22-ші болса 22nd. 23-ші болса 20 деген 20, үшінші деген third. Осылай айтасыздар. 30-шы деген 30. Негізі 30 деген Y мен аяқталады. Тоже Y деген әріп I мен E айналып кетеді. 40-шы, 50-ші түсінікті уже, 70-ші, 80-ші дегендердің барлығы түсінікті деп ойлаймын. 100-ші деген 100, 100 деген 100, соған з жалғайсыздар. 1000-ші деген thousands, thousand деген 1000, thousands деген 1000-шы. Енді қараңыздар, мектепте сіздер жазасыздар, the 1st of August деп, мысалы, 1-ші август деп. Сол кезде мына жерде аяқ жағына st деген жалғайсыздар. Екінші болса nd жалғайсыздар, үшінші болса rd жалғайсыздар, төртінші болса th жалғайсыздар. Қалған барлығын th жалғайсыздар. Бірақ 22-ші болса тоже nd жалғайсыздар, 21-ші болса first жалғайсыздар st, 23-ші болса rd жалғайсыздар. Міне осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Сау болыңыздар.